Аға, сәлеметсіз бе? Мен Ілжан ғой, қалыңыз қалай? Уақытыңыз болса жолығып кетсем деп едім. Қайдасыз? Кеңседемін. Қашан келесің? Қазір шығам. Жақсы. Тығыз жұмысы толып жатса да Серпін Ілжанды күтіп қалды. Жай күтпеді. Ойланып қалды. Осы қыздың ойында не бар? Бұл 67-де, ол 23-те. Әкесі түгел атасындай. Соған қарамастан теңіндей сөйлесіп, теңіндей әзілдеседі. Ашықтығы ма, әлде ғашықтығы ма? Қайтер екен? Көрейінші осы жолы. Ілжан есікті еркін ашып кірді, ақ жарқын амандасты. Аға, қалайсыз? Қолын ұсынды. Қырындап бетін тосты. Серпін қолын жібермей тұрып бетінен сүйді. Әкелші екінші жағын деді әзілдеп. Қыз екінші бетін тосты. Енді ортасын әкел. Ол болмайды аға. Неге? Оған некелі адамның ғана қақысы бар. Некелі болмағаныңды неге айтпай жүрсің? Әлі болғам жоқ. Онда айтып тұрғаның не? Түбі бір тиетін шығармын күйеуге. Оған дейін өмір сүрмей жүре бересің бе? Өмір сүру тек соған байланысты емес қой аға. Енді неге байланысты? Әуелі білім алу керек, содан соң елге қызмет жасау керек. Содан кейін оның да кезегі келеді ғой. Дұрыс-ақ, тек жаттап алған тақпақ сияқты айтады екенсің. Қыз сөйлей жүріп қарсыдағы 5 орындықтың ең ортасына отырды. Серпін де қыздың өне бойын сүзе қарап өз орнына отырды. Аққұба өңінде алып бара жатқан әдемілік жоқ. Тек қосанары оқшау томпиып бүкіл төсі бір өзі бүркеп тұр. Апырай, қыздың да төсі тым үлкен болады екен-ау деген таңданды. Серпінді еріксіз ойлантты. Жаратылысы өзгеше екен-ау, Қыздың өтініші де өзгеше болып шықты. Ауылда ағасы бар екен. Бір байдың қойын бағатын көрінеді. Жайлауда 7-8 қойын қасқыр жарып кетіп, ағасы оны төлей алмай, ақыр сотпен де сыбайлас болып алған. Бай ағасын соттатып жібергелі жатыр екен. $3000 әкеп берсе, 4 баласы бар ағасы қамалатын болыпты. Қамалса қамала берсін. Менің оған қандай қатысым бар деуге арыз жібермеді. Аузы да бармады. Қап қиын болған екен деді жан ашып. Сізден басқа барар жерімде, басар тауым да жоқ аға. Осыдан ағам даман алып қалсаңыз, мен де қарындасыңыз ретінде бір керегіңізге жарармын. Жұмысқа орналассам ақшаңызды артығымен қайтарып берем әлі. Қыздың үнінен құпия меңзеуді танығандай болды. Емексіткен үміті түнгі сәуледе жылт ете қалды. Күннің жылуы түстен қардай Серпіннің тұла бойы жіпсіп қоя берді. Уәде алғандай болмайын деп бас көтере бастаған табиғи нәпсісін зорға тоқтатты. Сот кім екен? Бәлкім мен танырмын. Жоқ, танымайсыз, сырттан келген біреу. 3000 әкеп берсең істі жабам деп отырған сол. Ол қандай сот? Оған $3000 бергенше базарда бір қой 20 000 теңгеден аспайды. 7-8 қойды сатып әпере салғанымыз әлде қайда арзан болмай ма? Қыз сәл аңтарылып қалды да кекесін жымиды. Ой аға, мен сізге мыжып отырмаймын деп тоқ етерін ғана айттым. Қасқыр жарып кеткен жоқ. Қойымды ұрлап сатып жіберді деген жаламен куәлерін де даярлап қойып отыр. Сондықтан қойыңды сатып әперейін дегенге қанша айтсақ та көнбей қойды. Мұның астарында бұл біре бермейтін бір былық бар сияқтанды. Бірақ оның қандай былық екенін ойда көзде жетпеді. Әрі қазбалай берсе қыздың сөзіне сенбей отырғандай көрінетін болды. Тіпті сараңдық жасап отыр деп қалуы да мүмкін. Сейфінде осындай ақша сақталу еді. Алайда ойлана тұрғанды дұрыс көрді. Ертең келші, мен қарастырып көрейін. Ой аға, рахмет. Қыз орнынан ұшып түрегеп өзіне қарай жүрді. Келді де бетінен сүйді. Ертең келем аға. Бұрылмастан шығып кетті. Серпін қыз сүйген бетін алақанымен сипап, ол шығып кеткен есікке бір тұрып кеткен орындыққа бір қарап тұра қалды. Ілжанмен 4 жыл бұрын танысқан, бұрын соңды естімеген аты көңілін бірден аударды. Ата-бабамызға ас береміз, ауылға мешіт саламыз деп бір топ ауылдастар келген соң Серпін сұраған ақшаларын сөз бұйдаға салмай өз апарып берген. Салынып біткен мешіттің салтанатына барғанда Ілжанды көрді. Алматыға оқуға түсіп, қуанышы қойнына симай тұрған кез екен. Денесі тығыршықтай, көзі күлім қаққан, омырауы оқшау көтеріңкі ашық жарқын қызға қызыға қараған. Әй, тым ойнақтап тұр екенсің, отқа түсіп кетпес пе екенсің деп күдіктенген. Аға, мен осы ауылдың іргесін қалаған бота шатаның шөпшегі болам. Сіздің сыртыңыздан жақсы білем. Биыл оқуға түстім, іздеп барып жолғам деген. Сөзінде тұрып іздеп келді. Қасында бір құрбысы бар. Ол да осы аудандікі. Екеуі мейрамханаға шақырып еді, барды. Бірақ екеуі шарап та арақ та ішпеді, алайда әзілдесіп арқа-жарқа отырысты. Сөзден сөзге, әңгімеден әңгімеге ауысып отырып, ағасының әйелі Серпіннің ағайыны болып келетінін айтып қалды. Ілік таба алмай отырған ол сол сөзге жабыса кетті. Ар сұрап, бер сұрап, ақыр солай екен анықтады да, онда сен маған құдаша болдың деп қиялдады. Қыз да бұдан бұлтара алмас күй танытты. Сөзді сөзге жетектіге келіп ақыры құдашадан құдай атқан құрқалады деген мәтелді бір сөзге мінгестіріп жіберді. Сізді құдай атпасын деп өзімді құдай атқызып қояр жайым жоқ деді қыз бәле.
Оған құрбысы да Серпін де сүйсіне күлді. Сөз тапқанға қолқа жоқ деген сол. Серпін де беріскісі келмей, сөз тапқанмен жөн тапқан жоқсың, менен оңай құтылмайсың деген болды. Сіз де аға қайдағын айтады екенсіз, мен әлі ондайды білмеймін ғой деді қыз момақансып. Әйелдің іші қалың орман, қыздікі одан арман деген ғой, Тургенев. Сенің түк білмеймін дегеніңе түк сенбеймін дейді. Серпін де сөзіне қарай сөз қайырып. Мен күйеуіме адал, таза күйімде тиюім керек, сондықтан менің басыма басқа сөз кіріп те шықпайды деді бір кезде. Енді тезірек тисеңші, содан кейін басыңа бірдеңе кірер деп күлген. Содан кейін де кірмейді аға. Үйтіп мені күнәға батырмаңыз. Күнәға бату үшін кісі әуелі күнә жасау керек қой. Екеуміздікі құр сөз ғой. Жаман сөз, жаман пиғыл. Күнәға батасыз, айтпаңыз. Сондай әдемі, ап деп жырта салғын келетін қыз алдында отырғанда мұндай сөзді айтпасам, қайта сол күнә болмай ма? Қой аға, біз қайтайық. Ауыл жаққа барсаңыз ала кетеме деп келгенбіз. Ауылдан келген соң хабарласармын. Қалай бұлтақтап қаншама қашқақтаса да қыздың беті бірте-бірте бері бұрылғандай болғанын Серпін бәрібір байқады. Онымен қай-қайдағын айтып, ұялмай әзілдескеніне өзінің де бойы үйреніп бара жатты. Заманның өзгергені ме, адамның өзгергені ме? Қажет дегеніңді айтасың, қажетті нәрсені тыңдайсың, сол қажеттілік ұятты да ұмыттыратын секілді. Гете 70-тен асқанда 18 жасар қызға ғашық болған деп жатады. Біздің ара жасымыз оның қасында түкте емес қой. Тебелсеге барғанда Жамбыл атамыз да жас қызға қызығыпты. Қыздың өзі құп көріп тұрса, еркекке оның несімін, несі күнә? Қайта қанаттандыратын ғажап нәрсе емес пе? Ақшаны алып кеткеннен кейін көпке дейін Ілжан хабарласпай кетті. Осы қыз мені алдап соққан жоқ па деген үрейлі күдік қылт етті де, қой жап жас қыз өте қоймас деп, оны Серпіннің өзі сол сәтте ақ басып тастады. Бір айдан асқанда Ілжан бір күні кеңсеге кіріп келді. Ой аға, ақыры жеттім-ау сізге деді. Жаудан құтылып келген адам шалқынып, біреу алып қашып кеткен шығар деп едім. Құтылдым деп қуанған екенсіз ғой. Менен оңай құтыла алмайсыз аға. Сізді сағынып кеттім тегі. Шын ба, шын аға? Кел онда құшақта. Қыз келіп бауырына кірді. Құшағына қысып тұрып Серпін Ілжанды ерінен сүйіп алды. Қыз қарсылық білдірмейді. Қайта құшақтап қайта сүйді. Бүлк-бүлк ұмтылып қыздың ерні қылық танытты. Соған елтіген Серпін қыздың ернін құмартасы ұрды. Еркек аңсайтын ертегіге жақындап қалғанын жан тәнімен сезінді. Тұншықтырып жібердіңіз ғой тегі. Біреу кіріп келсе қайтесіз? Әлде бір секем Серпіннің жүрегін сыздатты. Мына Ілжан басқа Ілжан сияқтанды. Өңінде еш өзгеріс жоқ. Бұл оның бұрыннан сүйісіп жүрген адамындай. Қызбен сүйістім деп қуанудың орнына аузы буылып қалғандай не дерін білмеді. Ілжан бір ай бойы қайда болған баяндап отыр екен. Шешесі қатты ауырыпты. 3 апта ес түсін білмей ауруханада жатыпты. Бұл оның күні түні қасында болыпты. Тағы бір апта үйде күтіпті. Сонымен қойшы, Алматыны әбден сағыныпты. Алматыдағыларды да сағыныпты. Сізді де сағынып дермекен деп еді, демеді. Десе сенбейтін еді. Себебі сағына қоятындай бұның қандай қылығы бар? Ақша берген ме? Көңілсізсіз ғой, бір жеріңіз ауырып отыр ма? Иә, қай жеріңіз? Жүрегім. Қазір жүрегі ауырмайтын адам жоқ шығар. Сенікі де ауырама? Ой, сұрамаңыз. Түнмен бір тұрып, бір жатып, кейде көз ілмей шығам. Жүрегі ауыратын адамды қалай емдейтін білесің бе? Қалай? Оны айтуға болмайды, тек көрсету керек. Қылжақ сөзге қылжақ жауап қайтарудың түрі көп еді. Бірақ қыз күтпеген жауап қайтарды. Түбі мына түріңізбен сөйтетін шығарсыз. Түбі деген неге кейінге итересің? Мені қинап, асықтырмасаңызшы тек. Өзім айтам, әуел шешемнің денсаулығын түзеп алайыншы. Оған бару оңай деймісіз? Ілжан тағы ұзақ жоқ болып кетті. Бұл өзі бір түрлі қыз екен-ау деп, Серпін не де болса өзі хабарласып көрді. Аға, мен бір жұмыспен жүрмін. Осы аптаның аяғына таман өзім сізге кіріп шығатын шығармын деді. Бірақ бұл аптада да, келесі аптада да кіріп шыққан жоқ. Сөзінің бәтуасы жоқ қыз екеніне көзі жетті. Қыстың қақ ортасы болатын. Алматының сирек болатын сары аяз ашуына мініп тұрғандай. Ауылдан келген дос екеуі ыстық тамақ ішейік деп мейрамханаға енді кірген. Серпіннің қалта телефоны сыңғыр ете қалды. Аға, қайдасыз, ақылдасатын бір шаруам болып тұр деді Ілжан. Тығыз ба, әлде асықпайтын ба? Өте тығыз. Онда жерұйық мейрамханасына кел. Мен сонда отырмын. Оның кімей деді, тәмен бөтен біреуді шақырған жақтыра қоймай. Бір студент қыз, Жанастың ауылынан. Кел дегеніне қарағанда, көрпесін ашып жауып жүрген адамың болды ғой. Ашып жапсам ба деген ой болған. Бірақ қыздың қылығы тым түсініксіздеу. Сенде ақша бар, ол оған ақша керек. Оның түсініксіздеу дейтін түгі де жоқ. Тек көрпесін ашу керек деші. Дәп солай. Әй, Жанас демек шолғайда жүр. Астанада жүр екен, ертең келеді. 7-де үйіне барамыз. Телефонмен шақырып қойды. Шақыратын адам өзіме телефон соғып шақырмай ма? Қойсаңшы, үшеуміз бір-бірімізге шақырмай-ақ бара беретін адамдар емеспіз бе?
Тәмен үндемей қалды. Серпіннің сөз астарын сезе қойды. Тәмен жана Серпін үшеуі бір ауданның үш ауылында туған. Аудан орталығындағы орта мектеп 5-ші сыныптан бастап бірге оқыды. 11 жастан бері бірге ойнап күліп келеді. Әй, анау ма әлгі келетін қызың? Бетінен бұрын емшегі көзге түседі екен. Серпін орнынан түрегеп қызды қасына шақырды. Тәменмен таныстырып, аман саулық сұрады. Үсі бөле жаздады маға, ыстық шай алдырыңызшы. Шайды қайтесің қарындас? Мынадан біреуін алып жіберсеңші. Тәмен рөмкесін көтеріп, арақ жаққа иек қақты. Мен ішпеймін аға. Солай ма? Намаз оқитын болдың ғой онда. Жоқ, оқымаймын, бірақ арақты асқа санамаймын. Оның бір жағынан дұрыста екен, екінші жағынан өзге ыңғайсызда екен. Неге? Бәрібір арақ ішетін біреуге тиесің ғой дегенім ғой. Құдайдың жазғаны болмай маға. Ілжанның Тәменге ұнамағанын Серпін бет жүзінен ақ байқады. Жаман естен қашқан кісіше сырт айналып, қыз сөйлеген сайын езуін қисайтып көзін жұмып тыжырынды да отырды. Алайда еркектік жасауды да естен шығармады. Мен бір мекемеге барып келе қояйын деп, бір кезде орнынан тұрып кетті. Сол сәтті күтіп отырғанда Елжан да ақтыла жөнелді. Аға, менің жолым болмай-ақ қойды әйтеуір. Қырсық айналдырып алды. Әкем ес-түсін білмей ауруханаға түсіп қалды. Қымбат дәрілер керек екен. Түнделетіп таксимен кетуіме тура келіп тұр. Сізден де ұят болды, бірақ басқа амалым болмай тұр аға. Сізден басқа сенерім де сүйенерім де жоқ. Енді кімге барам? Бет жүзін екі алақанымен жауып иығына басын сүйеді. Қой, ұят болады, ел қарап отыр. Қапшығын ашып 50 мыңды қолына ұстатты. Рахмет аға, мен жүре берейінші. Иненің үстінде отырғандаймын тегі. Жарайды, жолың болсын. Әй, сен адам танымайсың, деді Тәмен отырып жатып. Қыз танымаймын десеңші. Ох, өте дұрыс айтасың, қыз танымайсың. Мынауың ешқандай да қыз емес. Қой, күнәға батпа. Қызбын десе қымбатқа түсетінін біледі ол. Сондықтан басыңды қатырып жүр. Төсіне, мықынына, бұлшық етіне қарамайсың ба? Қайдағы қыз? Заты қыз болмаса да аты қыз ғой әйтеуір. Мұның құлаққа кіреді. Кісіні бекер күйдірмегенше бірден сөйтіп мойындамайсың ба? Ай, заман бұзылдау. Әлгің біздің баламыздан да жас қой. Заманың түзелгенін демейсің бе? Бұрынғы заман болса мұндай қыздар бізде шалға өлсек жолай ма? Әй, дегенмен бұрынғы шалдар бізден гөрі мықты болған ау деймін. Еркекке қарағанда әйел төсектен ерте қалатын көрінеді. Ондай әйелдің шалдарына қыз көзін сүзбегенде қайтеді. Бұрын қызды әке шешесі зорлап шалға берді дейтін. Қазір шалға барама, тоқал боп байға барама, тіпті үш еркекпен бірдей жүреме бәрін қыздың өзі біледі, өзі шешеді. Жеке адамның құқығын шектеуге ешкімнің қақысы жоқ дейтін қағида шықты. Қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді. Қазір нәпсіні тыятын не қалды? Білім, мәдениет деуші едік. Әркімнің өз білгенін істеуі білімділік санайтын дәрежеге жеттік. Ауылға әзірше ұят бар. Себебі сендер сияқты жасырын өмірге өріс жоқ. Көз алдымызда. Бет көрсе жүз ұялады. Айтып отырғаның дұрыс. Бірақ бір жақты. Заманның бүкіл өзгерісін жақсы жаманын алдымен әйел көтереді. Қалада қыздар тиетін жігіт жетіспейді. Ал өмір бойы еркек көрмей өтуге қыздың бәрі шыдай бермейді. Сондықтан бұл мәселе еркек пен қыздың некелі, еркек пен әйелдің арасындағы ғана мәселе емес, мемлекеттік мәселе. Түбі бұл да шешілер. Оған бас қатырып қайтеміз. Бірақ сен ана қыздан абай бол. Зорлап кетті, қорлап кетті деп басыңды бәлеге қалдырып жүрмесін. Қытығы аздау көрінді. Мені бөтен адам-ау деп қысылып қымтырылмады тіпті. Сау басыңа сақина тілеп қаларсың. Құдай сақтасын. Әдеті ме әлде жағдай солай ма? Әлжан тағы біраз уақыт хабарласпай кетті. Әкесі әлдеқандай болып кетпеді ме екен деген күдікпен өзі хабарласты. Аға, бүгін ертең Алматыға барып қалатын шығармын. Папама тағы дәрі әкелуім керек деді қыз. Қазір жағдай қалай? Әлі сөйлей алмады, бірақ беті бер қарады. Сізге рахмет аға. Дәрінің көмегімен жаны қалды. Жақсы, келген соң хабарласарсың. Хабарласам аға. Қыз бұл жол уәдесінде тұрды. Мен бүгін келдім аға, ертең жолығайық деді. Не дерін білмей Серпін сәл тосылып қалды. Ақыр жолыққан соң жөндеп жолығайық. Өзіңіз біліңіз. Өне бойы дуете қалды. Қыздың үні бекем, бекінген үн. Ендігісін Серпін өзі біледі. Уәделі жерге Елжан жарты сағаттан кешігіп келді. Оны Серпін кешірімділікпен түсінді. Қалай дегенмен бірінші қадам ғой. Екеуі сүйісіп амандасты. Серпін қыздың сырт киімін іліп жатқанда ол келіп, «Фу, Алматының осынысы жаман» деді, етігін шешейін киіп. Не қыс емес, не жаз емес, аяғыма су кіріп кетті деймін. Еріксіз қарады. Етігі ескілеу әрі шұқалау көрінді. Кішкене шарап ішейік пе? Жылынасың. Менің ішпейтінімді білесіз ғой аға. Кел онда, құшақтап жылтайын. Қорқам аға. Неден қорқасың? Адам бірін-бірі жек көргеннен қорқу керек. Жақсы көргеннің еш қорқатыны жоқ. Қазір өзім жалаңаш денеден жалын шығып жатқандай көрінді. Серпін қыздың ерін-ерінмен іздеді. Асау жылқының да арынын басатын алахан қыздың арқасына өтіп кетіп қайта оралды. Ілжан да Серпін де
Бүкіл үй іші бәрі үнсіз күту, үнсіз жақындау. Не болады, қалай болады? Үнсіздік оқыс үзіліп кетті. Ойбай аға, Серпін селк ете қалды. Теңселген төсек тербесіп барып басылды. Қыз орнынан тұрып бара жатып жамылғы көрпенің үстіне орап алды. Жалаңаш қалған Серпін шап беріп бір шетіне жабысты. Қыз жібере салып ваннаға кіріп кетті. Серпіннің көзі қыз жатқан орынға түсті. Сөзсеніштің қан тамған жерінің көрпенің шетімен жаба салды. Шала жуынған, шала сүртінген қыз орамалдың шетін тістеп екі бүктеліп жата кетті. Не болды? Серпіннің зәресі ұшып, қыздың шекесі өне бой өрт болып күйіп тұр еді. Орнынан ұшып тұре келді. Дәрігер шақырайын ба? Жоқ, қыздың зәресі ұшып кетті. Қызық екенсіз, не деп шақырасыз? Қыздың қылығын ойлап Серпін бірер күн сергелдең болып жүрді. Неге өйтті? Қыз екен солай дәлелдеудің қандай қажеттілігі болды? Тәмен айтпақшы, бағасын қымбаттатпақшы ма? Әлде әдепті екенін көрсеткісі келген ме? Сірә, бір алаяқ алам деп алдап кеткен болар-ау. Өйткені соңғы кезде сөзінде де тұрмай, жүріс-тұрысының да берекесі болмай кетіп еді. Оны сөккеннен гөрі аяған жөн шығар. Сондықтан ештеңені аңғармағандай, алданғанын сезбегендей жүре берген дұрыс шығар. Сол ой сүйеу болған Серпін Ілжанға дереу телефон соқты. Ілжан, мен сені бүгін көруім керек. Аға, мен әлі, немене әлі? Әлі өзіме өзім келе алмай жүрмін. Сондықтан тез келуің керек. Жарайды. Әкең қалай екен? Әлі есін жинамапты. Жұмыстан бір айға демалыс алдым. Қасында болам. Ауылда аға жеңгең бар емес пе? Неге сол қасында болмайды? Ағаның да жеңгенің де берекесі болмай тұр ғой аға. Екеуі де мұғалім. Жан бағып отырған жұмысымыздан айырылып қаламыз деп шыршыр етеді. Қызық екен. Қызға керек, әке ұлға керек болмағаны ма? Ой аға, біресе шешем деп, біресе әкем деп, бірде ауылға, бірде қалаға жүгіріп жүрген жағдайымның себебін сіз біле бермейсіз. Осы қыздың ақ қарбаласы бітпейді екен деп таң қалатын шығарсыз. Аға, жеңгем оңып тұрса менің бүйтіп нем бар? Жарайды. Жағдайыңды айтып хабарласып тұрарсың. Мә, ақша ауырлық жасамас. Рахмет аға, сұрай бергеннен өзім де ұялып жүрмін. Сұрамайын десем бір жағдайдан кейін бір жағдайға тап келіп әбден есімде шығып кетті. Ауылға кеткен Ілжан тағы жым-жылас болып жоқ болып кетті. Әкесі әлдеқандай болып кетті ме деп бір ойлады. Баяғы әдеті ме деп екі ойлады. Өй деп сол кезде аудандық аурухананың бас дәрігерін танитын есіне сап ете қалды. Әкесінің хал жағдайын содан ақ сұрайыншы. Екеуі ұзақ аман саулық сұрасты. Содан кейін ғана жағдайын айтуға көшті. Жоқ, ондай адам бізде жоқ, деді бас дәрігер бірден. Серпін алайда жеңістік бермеді. Мүмкін емес, сен бәрін біле бермейтін шығарсың. Жауапты адамдарынан сұрашы. Бұл қоймай қойған соң ақыраны амалсыз көнді. Жарайды, содан соң хабарласам. Хабарласты. Ондай адам бұлай тұрмақ биылғы жылы болмапты. Апырай, деді Серпін аң-таң болып. Ауданда басқа аурухана жоқ па? Жоқ. Кешір, сені босқа әуре қылдым-ау. Серпін Ілжанға ашуланбады. Тек таң қалды. Әкесі туралы анандай өтірікті қалай құрастыра алған, қалай қатырып алдағанына біресе күлді, біресе басын шайқады. Ақыры қыздың қулығына қарсы бұл да қулық жасауды ұйғарды. Ілжан, деді телефонмен. Қайдасың? Ауылдасың ба, қаладасың ба? Қаладамын аға. Ауылдан түнде келдім. Әкеме дәрі алам да ертең қайтам. Жақсы, қазір маған кел. Дәрі алуыңа көмектесейін. Өзген алдап дағдыланған адам өзімді де біреу алдап қояды-ау дегенді ойламайтын болу керек. Қыз кешікпей жетіп келді. Екеуі үйреншікті жерде үйреншікті істерін игеріп болған соң көрпенің ішінде біраз үнсіз жатты. Әкең қалай, деді Серпін қыздың қалай жауап берерін алдын ала шолып. Жақсы аға, Құдай бұйырса осы аптада үйге шығып қалар. Қалай, өкіс үйде жүрген жоқ па? Жаңа ғана сен келердің алдында ауылының бір кісісімен жолығып ем, ол маған, ол кісі ауылда жүр, ауырған да жоқ, сырқаты да жоқ, дін аман деді ғой. Кім айтады? Кім деген кісі ол? Біреумен шатастырып жатқан шығар. Не сіз дұрыс сұрамағансыз, не ол кісі сіз дұрыс түсінбеген. Әйтпесе олай деу мүмкін емес. Бәлкім сен өтірік айтып жүрген шығарсың. Мен не үшін өтірік айтам аға? Сіз немене, енді мен өтірік шықлайын деп жатырсыз ба? Не үшін айтам? Ақша үшін айтасың. Ақшаңызбен құрыңыз, ақша бердім деп аузыңызға не келсе соны айта бересіз бе маған? Бажылдама, сен хабарласпай кеткен соң әкесі бірдеме болып қалды ма деп аудандық аурухананың бас дәрігеріне өзім телефон соқтым. Ондай адам біздің ауруханада жоқ, жатқанда емес деді. Қыз кілт үндемей қалды, қыбырламады да. Серпін де үйдің ішіндегі дүние мүлікте түгел қыз қайтер екен деп тыншып қалғандай. Кенет аунап кеп қыз Серпінді құшақтай алды. Жаным аға, кешіріңізші, жібер, құшақтама. Егер шын жек көрсеңіз, онда мен осы жерде өлтіріп кетіңіз. Әйтпесе мен аяғына дейін тыңдаңыз. Мен сізді жақсы көрем аға. Қу жоқшылық амалсыз өтірік айтқызды. Құрдан құр қайта-қайта не деп сізден ақша сұрай берем. Ялғанынан өтірік айтуға тура келді. Енді өлтірсеңіз де өзіңіз біліңіз. Мен бар шынымды айттым. Қыз солқылдап жылап жіберді. Жылап жатып Серпіннің омырауын сүйді, тамағынан, ерінен, бәрінен сүйді.
Қыздың сөзіне емес, қылығына жібіді. Қызды құшақтай алып бұлдаймалады. Екеуі сүйсіне құшақтасты. Жаным аға, деді қыз жыламсырап. Сіз түсінбесеңіз, мен енді кім түсінеді? Серпін мен Ілжан 3 ай бойы жаңа үйленгендей тату-тәтті жүрді. Айтпайтынды айтып, сұрамайтынды да сұрап сырласа бастады. Ішкі нәрселерді де бір-бірінен ұялмай қозғайтын күйге жетті. Бір күн Ілжан сірә іштей ойласа да сыртқа шығармай жүрген күдігіне тұспал жасады. Сіздің үй ішіңізге менің бұл жүрісімнің кесір тимей ме? Тек пайдасы тиеді. Тәтең 60-тан асқалы мені төсекке жолатпайды. Сондықтан сен менің сауабымды алып жүрсің. Ал менің саған зияным тиіп жүрген жоқ па? Соны әлі шынымды айтсам білмеймін аға. Менің жасымдағылар 1-2 балалы келіншек болды. Менің де күйеуге тиіп балалы шағалы болғым келеді. Бірақ неге қыз емессің десе, қай бетімді айтып, қай бетімді көрсетерімді білмеймін. Менің өмірім қарап отырсам тек тіз қатар сәтсіздік. Маған дейінде қыз емес едің ғой дегісі келді Серпіннің, бірақ қыздың бетінен қатты айтқанды қатыгездік санады. Әлі тиесің. Оған дейін жігіттің бабын тауып жақсылап үйреніп ал, деді әзіл-шыны аралас ым жасап. Бірден дұрыс жұмыс тауып беріңіз шаға. Мына жұмысым өзіме ұнамайды, айтуға да мардымсыз. Қай жерде бос орын бар екенін өзің біліп алмасаң, қазір басқалар жасырады, айтпайды. Мен бір бос орынды да оның басшысы сіздің досыңыз екенін де достарым арқылы біліп алдым аға. Ол кісі менің әке-шешемді де біледі, өйткені біздің ауылдың адамы. Бірақ оқуға түскеннен кейін ауылға қайта оралмапты. Үнемі сыртта жүргендіктен біз сияқты қарындастары мен інілеріне іш тартпайды. Ол сіздің Жанас деген мектепте бірге оқыған досыңыз. Сен байқаймын нағыз шпионсың. Айтқан рас екен. Жанас обалы не керек, екі сөзге келмей Ілжанды қызметке алды. Туған күнін Ілжан Жерұйық мейрамханасында жасатты. Құрбыларын, қызметтестерін шақырды. Жанас пен Серпін оларға оныша араласпай оңашалана берді. Билесеңіздерші, қыздарды биге шақырсаңыздаршы деп бір құрбысын жетектеп келіп, Жанас пен Серпінді зорлап жүріп биге шақырды. Бүгін таң атқанша менімен бірге боласыз, деді Ілжан құлағына сыбырлап. Серпін басын шайқады. Боласыз, Серпін тағы шайқады. Бүгін болмасаңыз, онда бұдан былай бір жолата болмайсыз. Серпін басын изеді. Ілжан билемей тоқтай қалды. Серпін белінен тартып икемдеп еді, тартынып көнбеді. Сіз мен жақсы көрмейсіз, деді сықырынып. Әншейін ермек қылып жүрсіз. Жүр сыртқа шығайық, елден ұят болады. Қайдағы ұят? Екеумізде ұят қалды ма аға? Сен немене ішіп алғансың ба? Ішіп алғаннан бетермін. Дәл бүгін мен шалқып тұрғанда бетіме салып жібергендей қылық көрсетіп тұрғаныңызды қатты күйініп тұрмын. Сіз үшін көк тиындық құным жоқ екен. Қыз кілт бұрылды да кетіп қалды. Ілжанның бұлай бұлқан-талқан болуға қақысы да бар сияқтанды. Қанша дегенмен бойдақ қыздың бәрі жарым көңіл шығар. Бірақ 40 жыл отасқан отанасын ренжітуге мұның қақысы бар ма? Өстіп күн түндемей көңіл көтеріп жүргені соның арқасы емес пе? Ол ренжігенше қыз ренжісін. Сіз шығарып салмай-ақ қойыңыз, деді қыз жұрт тарқар шақта. Істін шындап Насырға шапқан Серпін енді анық түсінді, бірақ қобалжымады. Алайда Жанасқа Ілжанды сен апарып тастарсың дей салды. Қыз да бұл да бір-бірімен хабарласпады. Ол мұны ренжітті ме, бұл оны ренжітті ме? Айрылсар дос ердің артқы қасын сұрайды, дейді қазақ. Артқы қасын алып кеткен соң ер бола ма? Құпия жүріс өлелгенше құпия қалу керек. Құпиялығы ашылса ол қылмыс. Өйткені рұқсаты жоқ өмір. Бір елдің басқа елде жүрген жансызмен жағдайлас. Ал елден бір елдің батыр, бір елге жау. Құпиялықтың ашылып қалу ұзақ жылдың жемісін сезіммен салқынған сиқырлы суретті кескілеп турап тастағанмен бірдей. Қыздың бұдан бір жолата қол үзіп кеткеніне Серпін бірте-бірте көндіге бастады. Сен де өзін де әуреге салмай осылай бітіре салған сәтті болды деген ойда еді. Бірақ бір күн телефонмен түк болмағандай, аға өзіңізде болсаңыз кіріп шығайын деп едім дегенде, сәл мүдіріп барып кел дей салды. Дерін деп қойған соң ғана қап бір сылтау айта салмағанымай деп кейіді. Кейітін күйеуім жоқ, ұрсатын балам жоқ. Сізге өкпелегенімде кімге өкпелеймін, деді қыз бірден буынды жерден ұстап. Тоқырап қалған тіршілік үйреншікті арнасын қайта бұрылды. Көктем әбден пісіп жетіліп, жаз да жақындап қалған кез болатын. Ілжанды шығарып салғалы тұрған сәтінде орынбасары қауырт шаруа шығып қалғанын хабарлады. Онда сен осында кел, мына Ілжан қарындасымызды жұмыстан жеткізіп таста. Ілжанға бұрылып, қазір орынбасарым табыскер келеді. Мені облыстан келген біреулер күтіп отыр екен, деді. Қандай табыскер? Шын аты Жұмабек. Бизнесмен деген қазақша табыскер деу дұрыс деп қайта-қайта мазамды ала берген соң мен оны әзілдеп табыскер атап кеткем. Оған өзде үйреніп алды. Келесі жолыққанда қыз бұған күтпеген сыр айтты. Аға, басқа жұмысқа ауыссам десем, Жанас ағай ренжіп қалмай ма? Қайдағы жұмыс? Өзім бітірген университеттің проекторы шақырып отыр. Жұмысы да жалақысы да жақсы. Жақсы жерге барғаныңа ренжи қоймас. Бірақ жағдайыңды жөндеп айтып түсіндір.
Жаңа жұмысқа ауысқаннан кейін Ілжанмен жолығу күрт қиындап кетті. Күндіз жұмыстан шыға алмай, кешке қолы тимейді. Түнмен бітіріп әкелетін жұмысы көп, ара-тұра мені аямай жұмсайды деп проекторын жамандап қояды. Бірақ Серпін оның бәрін сылтау екенін сезеді. Мейлі, алам дейтін адам жолықса жолы болсын деп ойлады. Табыскер 2 ай оқуға Европаға кетіп, өзінің де жұмысы қат-қабат болып кетті. Күтпеген жағдайда бір күн Ілжан сап ете қалды, сағыныпты. Жақында қызметі жоғарылап, енді ептеп қолы босай бастапты. Қыздың қолы босағанмен бұл жолы Серпіннің жібі босай қоймады. Табыскер оқуға кеткелі жұмысым ауыр болып кетті. Бұл апта қолым тимейді деді. Бәлсінді, әдейі. Қыз жымиып орнынан түрегелді. Керіліп екі қолын өрге көтерді. Ойбай-ай, өкпелеп қалған екен ғой деді еңкейе құшақтап. Өкпеңізді жазып кеудеңізді қысып жатуға рұқсат етіңізші. Қойш қылжақтамай. Жүріңізші, бір жерден тамақ ішейік, қарным ашып тұр. Қыздан қашса да дәмнен қаша алмады. 2 ай өтті. Табыскер оқуына оралған соң Серпіннің арқасы кеміп, қолы босай қалып еді. Ілжан аяқ асты хабарласпай кетті. Бұл жол Серпін ара жіпті бір жолата үзуге бекінді. Қыз бірақ телефонын көтермеді. Неге іздедіңіз демеді де. Арада бір ай өткенде жылап хабарласты. Аға, мені бір оңбаған зорлап кетті. Қыздан бәрін күтсе де дәл мұны күтпеп еді. Қайдасың, Алматыдасың ба? Жоқ, аудандық ауруханадамын. Онда не алып жүрсің? Бір шаруамен келгем. Қайда, көшеде зорлап кетті ме? Танисың ба? Ағатай бас дәрігермен сөйлесіңізші. Мен ол иттің баласын сотқа бердім. Бас дәрігер маған дұрыстап анықтама жазып берсінші. Ертең өзім ауыл жаққа барғалы отырғам. Сонда сөйлесерміз. Ауылға барған бойда таменде жолықты. Ол бірден безге кете қалды. Ойбай, ол қызға жолама. Мен саған баяғыда айттым, осының түрі жаман деп, ақыры міне айтқаным келді. Жарайды, сенің айтқан рас болып шықты. Оны мойындадық, бірақ не болған жөн деп түсіндірші. Бір сөзбен айтқанда бұл қыз нағыз алаяқ. Тергеуші жігіт менің күйеу балам. Оның айтуы бойынша бұл қыз ана жігітпен 6 жыл бойы ерлі-байы болып жүрген. Бірде ауданға қыз келіп тұрса, бірде Алматыға жігіт барып тұрған. Алайда сөйте тұрып, неге үйленіп алмағандарын айта алмаймын. Сірә оның себебі жігітке қатысты болар деп шамалаймын. Онда қыздың зорлап кетті деген не? Бар мәселе сонда. Әңгімені әзірге нұсқасы былай. Қыз бен жігіт осында бір апта бойы оңаша үйде бірге болған. Қыз Алматыға кеткен бойда ана жігіт басқа біреуге үйленіп алған. Оны әлдегім Алматыға дереу жеткізген. Қыз шамалауынша екеуінің үстінен түскен. Жігіт қызды сабаған сияқты. Үсті көгала қойдай дейді, сабады. Үйленем деп алдады. Үйіндегі көп зат менің ақшам алынған деп қыз арыз түсіріпті. Жігіт бір мектепте дене шынықтырудан сабақ береді екен. Өзі арыз беріп жұмысынан кетіпті. Ең жаман ол байқұс ана елінен де айырылыпты. Ол да захор долы неме болу керек. Алам деген Ілжаныңды ала бер деп ішіндегі 2 айлық баласын да алдырып тастапты. Бір қыздың кесірі, көрдің бе, қанша дүниені бүлдіргенін. Осылай боларын бұрыннан біліп жүрген адамша Серпін бәрін сабырмен түсінуге тырысқан, таңданыспен тыңдады. Қыздың нені өтірік айтқаны, ненің өтірік айтқызғаны бәрі белгілі болды. Біресе алатын шығар деп үміттеніп, біресе алмай кетеме деп күдіктеніп, бір жағынан жан мен тәннің табиғи тілегі тағы әурелеп, әбден аласұрған жағдайын жақсы түсінгендей болды. Бірақ Тәмен мұны түсінбеді, сөкті. Жастығына қызығып, жаман қылығына көз жұмуың деді. Бір есеппен оныкі де дұрыс, алайда біреулерді алдаймын деп жүріп, өзі алданып қалған қызды аяуды дұрыс секілденді. Байқұсай деді. Аузынан қалай шығып кеткенін өзі де байқамай. Не деді Тәмен жерге түкіріп. Ол қыз сенің де басыңды айналдырып алған. Менің басымды айналдыра алатын қыз бүйтіп, біреуден таяқ жемейді-ау Тәке. Әйткенмен Серпін ауруханаға бармады. 3 күн ішінде жұмыстарын бітіріп қайтар күні Тәмендікіне қонды. Дәл осы жолы мені тыңдамасаң, сені ол қыз жадылап алған деді Бекем бәрін қанық білетін адамның даусымен. Нағыз шындықты білген соң сен талып қаласың, оған талып қалмағаныңды көрсем не мен талып қалам. Қызды жігіт сабамапты, есік терезені жауып, қызды үйге кіргізбей, әйелі екеуі үй ішінде тығылып жатыпты. Түк істей алмағанына долданып, қыз өзін-өзі тырнап, үсті басын жыртып ауруханадан ауыр жарақат алған деген анықтама алыпты. Енді өтірігі шығып, жала жапқан үшін қыздың өз жауапқа тартылатын болып жатыр екен. Бұл жол Серпін шошып тітіркенді. Мал аласы сыртында, адамның аласы ішінде деген сөз есіне түсті. Адамды адам түсіну бір ақырет дейді Мұқағали. Мең-зең болып Алматыға қайтты. Осы оқиға өзінің де қатысы барын ойлап, сезімі де, жан мен тән де бір бұлғанған жирене мойындады. Нәпсі атаңа нәлет деді күбірлеп. Келісімен саунаға түсті. Тән тазарғандай болды, жан тазартатын ем таппады. Сезімі суық қардың астында қалған тоң сияқты. Бар, бірақ бар екені білінбейді. Саунадан шыға сап Табыскерге телефон соқты. Мәшинеңді өзің айдамай келші, екеуміз оңаша отырайық. Жерұйық мейрамханасына барды. Бір құты вискиде екеуі еркін тауысты. Серпіннің қар астында жатқан тоңы сонда да жіпсімеді. Табыскер талай әңгіменің басын шалды. Бастығының көңіл күйін қалай көтерерін білмей әуре.
Ілжан жайында айтсам бекен, сонда жеңілдеп қалар дебем деп Серпін екі шоқталды, бірақ әлде бір еркекке тән сақтық оған жібермеді. Сөйтіп отырғанда ойламаған жерден табыскер Ілжан туралы сөз қозғап қалды. Сол қыз қайда жоқ болып кетті деп жүрсем, бүкіл ауданды шулатып масқара болып жатыр екен. Қалай? Айтсам өсек болады аға, қарындасыңыз ғой, ұят сияқты айта бер. Есіңізде бар ма? Маған жұмысына апарып тасташы дедіңіз ғой. Апара жатып жөн сұрастық, жақсы жұмысқа орналасқан келетін айтты. Мен бір жақсы проекторым бар екенін айтып ем, жата кеп жабысты. Таныстырыңызшы, мені жұмысқа алдырсаңыз, мен де сіздің бір керегіңізге жарармын деді. Айттым, орналастырдым. Содан бір керегіңе жарады ма? Жараған құрсын аға, ауылда тигелі жүрген тағы бір жігіті бар екен. Қыздың алаяқтығын сезіп қалған ба қайдам, ол басқа біреуге үйленіп алып, бұның үйіне барып ойран салып, ақыр екеуі соттасып жатқан көрінеді. Солай ма? Құйшы. Серпін сыр бермеуге тырысты. Табыскер өз сырын ашып қойғанмен мұның сырын сезген жоқ. Серпін үйінің табалдырығын сүле соғаттады. Қанша тырысса да өзін-өзін ақтай алмады. Ақырында өзін-өзі Абайдың сөзімен кекетті. Етімді қыз сипаған құрт жесін деп, жартастан шалқылапты терең суға, мырс етті. Абай заманда қыз Серпіннің заманда қызға неге ұқсамайды? Соған кінәлі кім? Оларды өзгерткен не? Әңгіменің соңы.